қала күні деген үлкен бір қажет и қуанышты күндер болады. Әр адам өзінің қаласын жақсы көреді, сүйеді. Соның тәуір болып әрі қарай дами беруіне ықыласы болады. Соған қолынан келгенше сондай жұмыстарға араласады деп ойлаймын. Мен 96-2000 жылдары осы Қызылорда қаласының әкімі лауазымына тағайындалдым. Қаланы көркейтуге, өсіруге, дамытуға. Ол кездегі тұрғындардың саны аздау тұғын, қазір 1,5 еседей өсіп келе жатыр Қызылорда қаласында. Себебі миграцияға байланысты ауылды елді мекендердегі халық көшіп орталыққа келіп жатыр. Соған байланысты қала өсіп өркендеуде. Архитектураның соңғы көріністеріне байланысты көптеген объекттер салынып жатыр. Қаламыз үлкейді, әдемі болды. Келген қонақтардың барлығы Қызылорда өзгеріп кеткен екен, көгалы көп, гүлзарлары көп деп осы мақтап айтып отырады. Сондықтан біз бәріміз де осы Қызылорда қаласының тұрғындары өз қаламызбен мақтанамыз. Осының жақсы болуына, өсіп өркендеуіне үлесімізді қосамыз. Сондықтан барлық тұрғындарды, жерлестерімді қала күнімен құттықтаймын. Осы қаламыз өркендей берсін, өзіміздің де өмірдегі биіктігіміз биіктей берсін демек болсын.